Сәлемдес физик, бұл механика С деңгейі 9 есеп. Суретте көрсетілгендей созылмайтын жіп көмегімен екеусіз блок арқылы М1 6 кг, М2 3 кг және М1-іміз 1 кг жүк ілінген. Қозғалмайтын блок және жіп салмақсыз деп келтірілген екен. Жүйе өз еркіне жіберілсе М1 және М2 күштерді байланыстыратын, яғни мына жерлер М1 мен М2 да. Яғни осы жердегі керілу күшін сұрап отыр екен. Яғни Т1 тең болады Т2-ге. Жалпы бұны қайттан салып алсам, что барлығы әдемі түсінікті болу үшін мен осыны қайттан салып алуға мәжбүрмін. Себебі әрине бар. Так, мінекей жылжымайтын блокты салып алдым. Одан кейін мына жаққа мен өткізуім керек жаңағы 6 килограмды, мінекей. 6 килограмда және мына бөлікте бізде қалады М, яғни 3 килограмм және мұнда тағы да мұнда орын қалдырайын. Және тағы да бізде 1 килограмдық зат бар, Енді бұл жерде қандай күштер бар? Бірінші мен ауырлық күштерін салып шығайыншы. Бұл бізде М1G деп аламыз. Екінші бұл бізде М3G деп аламыз. Және бізде мұнда негізі бар М2G бар. Енді бұдан бөлек тағы да бізде керілу күштері болады. Мұнау бізде қазір Т1 деп аламыз. Мұнау бізде қазір тоже Т1 болып кетеді негізі. Мұнаны алып тастайын. Және мұнда тағы да бізде Т-лар бар. Ол қандай Т-лар десеңдер, мына жерде тағы бізде 3 пен 1 килограмм арасындағы керілу күш болады. Мұнда Т2 және мұнда да Т2 деген күш болып кетеді. Енді бұлар үшін жүйелер жазып шығайық. Бірінші жүйе, ол мұна именно М1 үшін. Сонда бізде айтпақшы, біздің денеміз өз еркіне жіберілсе үдемелі қозғалады ғой. Үдеудің бағыты мына жақта төмен қарай қозғалады, мына жақта жоғары қарай қозғалып кетеді. Осы бағыттар арқылы біз несеміз, жүйеде жазған кезде плюс минустарын ескеріп отырып жазатын боламыз. Сонымен бізде М1G азайтамыз, Т1-ді тең болып кетеді М1 көбейтеміз А-ға. Екінші жүйе тек қана екінші масса үшін, екінші масса бізде үдеу, яғни көрпісін жоғары қарайды. Демек біз Т1-ді плюс қылып аламыз. Т1 минус М2G, еще тағы бізде Т2 бар арай. Минус Т2 тең болып кетеді М2 көбейтеміз А. Үшінші жүйе, потому что бізде бір емес, үш жүк. Тағы да біздің жоғары қарай үдемелі болған себепті Т2-ні плюс қылып аламыз. Қалғаны уже бізде минус болып кетеді. Минус М3G тең болып кетеді М3А-ға. Не істейміз? Мына үш жүйені өзара қосып жібереміз. Не аламыз сол кезде? Ал кеттік. М1G минус Т1 плюс Т1. Қысқарып жіберейік сразу. Минус М2G минус Т2 плюс Т2. Қысқарып кетті. Минус М3 тең болып кетеді. Әне жерде барлығында А бар ғой, А-ны жақшын затына шығарып жіберуге болады. Сонда А, мұнда М1 қосу М2 қосу М3 деп келтірсек болады екен. Сонда әне жерден G-ларды шығарып жіберейік, әне жерде G бар. G-ді шығарып жіберсек бізде не қалады? М1 минус М2 минус М3. Мұнда А, мұнда М1 қосу М2 қосамыз М3. Енді есептейік, мұнда 10, 6 минус 3 минус 1, мұнда үдеу белгісіз, бірақ 6 қосу 3 қосу 1. Сонда мұнда 10 көбейтеміз 2 шығады, мұнда А көбейтеміз 10 шығады. 10 мен 10 қысқарса, демек біздің үдеуіміз 2 метр секунд квадратқа тең екен. Все. Енді бізге Т1-ді тауып үшін кеске мына бірінші жүйеге қоюымыз қажет болып тұр. Яғни бірінші жүйеге апарып қоятын болсақ, Т1-ді тапқан кезде жере М1-іміз бізде қанша болады? М1 бізде 6 көбейтеміз 10 минус Т1. Осы как раз осы керек бізге тең болады 6 көбейтеміз 2-ге. Мына жерден 60 шығады минус Т1 тең болып кетеді 12 десек, осы жерден Т1-ді тапсақ, яғни 60-тан 12-ні азайтып жібереміз. Яғни
48 ньютон шығады екен. Міне жігіттер қыздар, осындай бір түрлі қызық есеп, бұл бірақ жалғасы бар. Себебі кейбір тура осы есептің кейде осы үдеуін сұрайды, кейде осы Т1-ін сұрайды, кейде Т2-сін сұрайды. Т2-сін қалай және қашан қалай табам десеңдер, оны жақында бізде тікелей эфир болады. Сол тікелей эфирде айтып өтетін боламын. Талау ұнады деген үміттемін. Келесі сабақта кездескенше.